Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі тақырып менің есімім. Бүгінгі тақырыптың мақсаты музыканың сипатын, мазмұнын түсіну. Соль, ми дыбыстарын естіп, анықтау. Өз есімін айту. Әнді аспаптың сүйемелдеуімен орындау. Балалар, соль, ми дыбыстарымен сәлемдесейік. Сәлем, привет, hello. Сәлем, привет, hello. Музыкалық термин. Музыка, мюзик. Соль, ми дыбыстарымен орындаймыз. Музыка, мюзик. Балалар, әр адамның, баланың есімі бар. Солай емес пе? Есімді біздің қазақ халқы қалай қояды? Білесіздер ме? Ата-ананың перзент алдындағы міндетінің бірі азан шақырып ат қою. Бұл шаңыраққа ұл келсе де, қыз келсе де жасалатын сүннет амалдардың бірі. Біздің халық атына заты сай болсын деп ырымдап, түрлі есім қойған. Әке анасы таңдаған есім бала үшін мағыналы болу шарт. Келініміздің бойына бала біткелі ұл болса деп іштетіліп жүрдім. Алла тілегімді қабыл етті. Қазақ хандығының негізін салған Керей мен Әз Жәнібек хандарымыздың атын жаңғыртып, сол хандардай ер туса, ел басқарар деген сондай ниетпен атын Жәнібек қоймақшы едік. Алла Тағала сол ниеттеріңізге жеткізсін, үлкен азамат болу нәсіп етіп, әне азан шақырып есім қоюды бастайық. Дүние есігін енді ғана ашқан сәбиді атасы қолына алып, алдымен оң құлағына азан шақырып, сол құлағына қамат айтады. Әнет бидей еліңнің ағасы бол, халқыңның қазыбектей данасы бол. Еліміздің іргесін нық қалаған Жәнібектей жұртыңның панасы бол. Ер сырымдай халқыңның көсемі бол, 90 бейдей 300-дің шешені бол. Керейде Белгібайдай білекті бол, Беріште Исатайдай жүректі бол. Ел жұртыңа қызмет етер, азамат болғайсың алтыным. Өз есіміңді әуендетіп, соль, ми дыбыстарымен орындай аласың ба? Қане, байқап көрейік. Есіміңді әуендетіп, айтып, дыбыс биіктігін қолмен көрсет.
Қолыңды шапалақтап, буынға бөліп орында. Соль, ми дыбыстарын тыңда. Соль, ми, ер бол, мақпал, кәмшат, ану, ровно. Саусақтар аттарын біліп ал. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, бас бармақ, бірінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, балаң үйрек, екінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, ортан терек, үшінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, шылдыр шүмек, төртінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, бесінші кіші саусақ, кішкене бөбек. Алдыңғы заңның ән айту ережесіне сәйкес мәнерлеп орындаймыз. Өлкеміз түрленеді, әсем бір күйге енеді, жапырақтар сарғаяды, сыр бұлттар көшеді. Жапырақтар сарғаяды, сыр бұлттар көшеді. Бұл алтын, күз, бұл сары, жоғар сары күз. Бұл алтын, күз, бұл сары, жоғар сары күз. Сабақтан алған әсерінен бөліс. Сабақ ұнады ма? Нені білдің? Көңіл күйің қандай? Не қызық болды? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар балам.